кезде жүрегіңде мұздап сала беретіндей. Болды, жылама. Неге жылап тұрсың? Біз керісінше қуанғымыз келіп еді ғой. Мен жыласам, тіршілік атаулының шарасыз күйде екенін анық байқаймын. Болды, жарайды. Біраз көңіл көтеру керек. Ой, еңбегімен айналысатын қызметкерлерге арналған ережелерді оқиық. Мен бәрін оқығам. Міне мұнда қараш, мынау қызық кітап көрінеді. Тыңдаш, ұзақ мерзімді жат 47-ші бөлім. Қойш. Мұны оқысаң баса алмай қаласың. Ұзақ мерзімді жадқа түскен мәліметтер шынара топтарға бөлінеді. Көрдің бе? Пайдалы кітап екен. Мен саған қызығып тұрмын. Сен кітап оқисың, ал мен болсам жұмыс істеймін. Сенің жолың болды, ал мен болсам амал жоқ. Енді не істейміз? Бізде бір айға ары кетсе 2 айға жететін қаражат бар. Инвесторлар таба алмасақ, қарамағымыздағы адамдар жұмыстан шығаруға тура келеді. Апа, әке, мен ұйықтағалы жатырмын. Білем. Қазір барамыз. Енді бір амалын таппасақ болмайды. Әкеміздің үні қатқылдау шыққан сияқты ма? Ол не? Аю ма? Аю жүр. Алып шақырды, аю қайдан болсын? Көршімізді көрдіңдер ме? Өзі аюға ұқсайтын. Мен қорқып тұрмын. Жүйкем сыр бермесе жарар Сен еді. де күйгелектене бермеш, құлағыма ұрып Мен де кетті. соны айтам. Бүйт көшкеніміз бар болсын. Осыдан айтпат демеңдер. Мына үйдің іші толған қауіп қатер. Жіпке тізіп тұрып айтып Үйдің берейін. ішіндегі сымдық иісті айтсаңдаршы. Қыздың ата-анасы бізді қайда алып келді өзі? Достар, бері қараңдаршы. Иә, білем, жағдайымыз мәз емес, бірақ тым сорақ емес қой. Қане, бәріміз көңілді сәттердің тізімін жасайықшы. Иә, үйіміздің түрі мынау. Қалада сүреміз. Бұл жақтың пиццасы да дәмді емес. Құрбылар да алыстаған. Ал заттарымыз болса жүк көлігінде кетті. Қойыңдаршы, бұдан сорақсы болады. Иә, кіребаттасқан тақыреден де жатар едік. Ол жағы маңызды емес, басы қатты болса, аяғы тәтті болады деген бар. Жақсы Қойш сен де. жүреді. Райлидің қабағы ашылмай жүргенін өзің де көріп тұрсың ғой. Ендігі кезекті бізге берсең Ертең сабаққа бармаймыз деп бөлмеден шықпай қояйық. Жаңа киіміміз жоқ, ескілерді киіп барамыз Ендеше ба? бәріміз егіліп жылайық. Айтпақшы, есікті ішінен жауып алып ұрыссайық. Ұрыспағанымызға көп болды. Тыңдаршы, бұндай бәріміздің де басымызда бар, бірақ Мен келдім. Апамыз пойызбен жаман хабар әкелген сияқты. Тут-тут! Жүгіміз де келмей жатыр. Сейсенбі күні жеткізетіндерін айтты. Қайтеміз енді. Тут-тут-тут! әкем қайда? Сөйлесіп отыр. Өзі тіпті жұмыстан баса алмайтын болды. Ал бізге көңіл де бөлмейді. Әкең қазір қиналып жүр. Бөтен қалада кәсіпті дөңгелет оңай. Ендеше былай болсын. Райли әуелі қабағын шытсын. Сен тамаша қызсың, айтпақшы саған. Рахмет. А? Иә, осы бір қарбалас сәтте көңіл күйіңді сүрмей жүргеніңе рахмет. Әкеңе қазір оңай емес. Егер екеуміз жадырап және қолдап жүрсек, оны қолпаштаған боламыз. Не дейсің? Вау! Қане? Иә, әрине. Айналып қана кетейін. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Апамызбен дауласа алмаймыз. Сен Оның жеңдің. рас. Тамаша, Ендеше күлімдейік. күлімдейік. Сені қолдаймын. Осымен болған сияқты. Ал мен осында қалам. Өйткені Мен бүгін топпен кезекші жұмыс болам. істегенді жақсы Жайлы көремін. жатып, жақсы тұрыңдар. Жарайды. Бүгін тағы да сәтті өтін. Жарайды, бүгінгі түс көру бағдарламасында не бар екен? Мінекей, діттеген жерге де келдік. Мен сенің көршіңмін. Брокколи қосылған пицца сұрап едіңіз? Менде дәрумен көп. Ауыз тиіп. Мұндай түстің не керегі бар? Бұл жағдайды өзім қолға алмасам болмас. Қазір. Әйтпесе күні бойы Райлидің көңіл күйі болмайды. Қорықпа. Ертеңгі күннің жақсы өтуіне өзім себепкер болам. Айтқаным айтқан.
Қайырлы таң, ояндыңдар ма? Тасташындағына. Мен дайындалып жүрмін. Оның үстіне көңілдеріңді көтерсем деймін. Сонымен, бүгін мектептегі алғашқы күн. Өте жауапты күн. Мен таңға дейін отырып жаңа жоспар құрдым. Тыңдаңдар. Қорқыныш. Сен Райлиге жаңа мектептегі төнуі мүмкін қауіп-қатердің тізімін жазасың. Дайынмын. Тек метеорит қалай жазылушы еді? Жиіркеніш, Райли ерекше қыз болып көріну керек, бірақ тым таңдайсып кетпесін. Мен тұрғанда Райлиге ешкім мін таға алмайды. Тіпті құрбыларының іші киетін болады. Қуаныш, иә тыңдап тұрмын. Сен Райлидің күні бойы көңілді жүру үшін барыңды саласың. Айтпақшы көйлегің әдемі екен. О, не дегенің ескі көйлек қой бұл, рахмет. Менің ойларым дер кезінде келді. Ашу, күндізгі армандарды әкелді, түсіріп алшы. Сабақта қажет болып қалуы мүмкін. Әбден мүмкін. Жаңа мектептегі мұғалімдер мылжың болса армандап отырғаннан басқа не істеуге болады? О, мұң. Саған тапсыратын аса маңызды бір шаруа бар. Рас па? Соңымнан. Бұл не? Мінекей, тамаша. Мынау мұң шеңбері. Сен мұңның осы шеңберден шықпауын қадағалайсың. Жақсы ма? Сонда осы жерде тұрсын дейсің бе мені? О, сен өз жұмысыңды жақсы білесің ғой. Мұң осы шеңбердің ішінен шықпайтын болсын. Жарай ма мұң? Сен ол жағын қатырасың ғой. Солай емес пе? Жоқ. Жарайсың. Жарайды достар, сәттілік тілеймін. Бүгін жаңа күнді бастаймыз. Бұл күн жақсы аптаға, жақсы апта жақсы жылға, жақсы жылдар жақсы өмірге айналсын. Сонымен, сәттілік. Жаңа мектеп, жаңа достар. Білем, біртүрлі болып тұрым, қуанғаннан болар. Түрім қалай, жедем жарасып тұр ма? Өте әдемісің. Өзің барасың ба, әлде бірге барайық па? Сонда бізді мектепке жетектеп апармақшы ма? Ұят қой. Оның мен келсем. Жоқ, өзім барам. Сау болыңыз апа, сау болыңыз әке. Мектептегі күнің жақсы өтсін тентек. Жолың болсын күнім. Сұмдық қайрасың. Күлкіде жарыла жаздадық. Баскетболдан қай команда ойнайтынын білесің бе? Осы бармай-ақ қойсақ қайтеді? Алға! Мақұлы, жарайды. Кеттік. Кеше қызықты күн болды. Сен неге келмедің? Менің жеке шаруаларым болды. Оң жақта тұрған қыздар осы мектептің беткестарлары сияқты. Беткестар? Қарашы, құлағын екі жерден тесіп алыпты. Көзінде бояп алған Иә, ба? солармен дос болуымыз керек. Онда олармен сөйлесейік. Әзілдеп тұрсың ба, сөйлескен нес? Одан да оларды байқамаған болайық. Иә, тұра тұр. Міне мынау төнуі мүмкін қауіп-қатерлер тізімі. Атап өтер болсам, өрт шығу, төбенің құлауы немесе мұғалімнің тақтаға шығаруы үлкен қауіптерге жатады. Қалған қауіп бізге